Ақтөбеде экологияға орасан зор залал келтірді деген құс фабрикасына тексеріс жүргізілмек. Экологтар құс өсіретін орын 20 жылдан бері қала сыртындағы су қоймасы маңына қалдықтарды заңсыз төгіп келгенін айтады. Қазір 2 гектар жерді ластаған компанияға төккен қоқысты қайтадан тазарту туралы талап қойылып отыр. Ал егер құс фабрикасы талапты орындамаса, онда экологтар сотқа жүгінеді. Ақтөбенің шетіндегі құс фабрикасынан шығатын жағымсыз иіс ақтөбеліктердің мазасын алғалы қашан. Тұрғындар әсіресе жазда фабрика жақтан келетін сасық иістен демала алмай қатты қиналады. Тауықтың үйілген саңғырығы мен иістеніп кеткен жүні ыстықта талай өртеніп, талай күйімізді қашырды дейді. Белье одеваем, даже белье иістің сасықтығы сонша далаға кір жайып кие алмаймыз, өйткені киімге сіңіп қалады. Жел тұрған күні тұншығамыз, тереземізді де аша алмаймыз. Сауықтың саңғырық иісі кәдімгі, аммиактың аш иісі. Ал экологтар, тұрғындар тұншыққан сасық иістің құс өсіретін фабрикадан шығатын жақсы білеміз дейді. Өйткені құстардың саңғырығы мен қалдықтары 20 жыл бойы алыс емес, қаланың тап шетіне төгіліп келгенін айтады. Бұл заңсыздықты осыдан 2 жыл бұрын анықтапты. Алайда фабрикаға айыппұл салынса да қалдық төгілген жерді тазартуға асықпайды екен. Құстың тезектерін қаладан шығару үшін жұмыс жасауымыз керек. Енді алдағы уақытта біз прокуратурадан рұқсат алдық. Нұсқама береміз. Осыны қанша уақытта жоясың, соны келісеміз. 3 айда ма, 6 айда ма, сол орындамаған жағдайда ары қарай сот арқылы жұмыстанатын боламыз. Алайда мамандар тап су қоймасының қасына төгілген құстың саңғырығы мен қалдықтарынан өзен көлге зиян келе қоймайтынын айтады. Ал құс фабрикасына тексерісті алдағы аптада бастайды екен. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube'тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube'тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.